Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мұхамеджан Тазабек дегеннің діннен еш хабары жоқ, адасқан сектант екендігін мен алдыңғы видеоларымда бірнеше рет дәлелдеп берген едім. Енді тағы да дәлелдейін. Міне мына фотода көріп отырсыздар, Мұхамеджанның алдында жас бала отыр, жас баланың тұсауын кесіп жатыр. Алдына домбыра, $100, қамшы тағы басқаларды қойып қойған, соның қайсысын таңдайды деп. Қайсысын таңдаса, тағдыры солай болады деп бұлар сенеді шайтанның азғыруыменен. Алла тағала Құранда ана шіріген жапырақтың өзі бұтақтан жердің бетіне менің рұқсатымсыз түспейді дейді. Хадистарда айтылады, жатырда адам жаратылғаннан кейін 120 күннен кейін жан бітеді дейді. Сосын періште кеп Аллахтың бұйрығыменен адамның болашақ тағдырын жазады дейді. Ал енді болашақ тағдырға емес, Аллахтың Құранына емес, қайда жоқ шайтанның шығарған, адасқан қазақтың ырымына сенген мұна Тазабек Мұхамеджан өз шынын айтқанда қайсысы Тазабек, қайсысы Мұхамеджан екенін де білмеймін, аты қайсысы, фамилиясы қайсысы екен. Ол өзінің надандығыменен халықты шіркке шақырып отыр. Бұл шірк деген Аллахтың кешірмейтін ең үлкен күнәларының бірі. Сондықтан да қазағым, мұсылмандарым, байқаңдар, мұндай тілі мен жағына сенген сектанттарға сенбеңіздер. Хадисте айтылады, красноречие – это колдовство, колдовство от шайтана делінеді. Қазаққа аударғанда бұлдай шатпырақшылар бұлшылдық айтатындар, тіліне сенген сектанттардың сөзі сиқыр дейді, ал сиқыр шайтандікі. Сондықтан да мұсылмандарым, адасып кетпеңіздер осындай ақымақтардың артынан еріп.